Дрондар құлағаны рас. Енді бұл жерде біріншіден біздің басты мақсатымыз жаңағы дрондар құлаған жағдайда арнайы құзыретті органдар бар, солар барып сол жерде біріншіден қауіпсіздік мәселелері бойынша қоршайды, қауіпсіздік шараларын қабылдайды. Содан кейін мынау қорғаныс министрлігінің арнайы бөлімшелері бар, солармен бірлесіп осы жұмыстарды атқарады. Осы құлаған дрондардан бір несі қуантарлық жағдай, ешқандай жаңағы залал не болған жоқ. Құдайға шүкір. Сондықтан да осының дрондардың қай жаңағы мемлекеттік екенін нақты осындай ақпарат керек болса, қорғаныс министрлігіне жаңағы хабарласуыңызға болады, олар соған толық жауап береді. Құзыретті орган қорғаныс министрлігі. Рахмет. Басқа сұрағыңыз бар ма? Нақтылау сұрағы бар сұрақ. Нақтылау сұрақ, жалпы наурызда ең бірінші дрон наурызда құлады. Жалпы сіздерде қай елдің дроны құлаған туралы нақты ақпарат жоқ па осы уақытқа дейін? Неге жоқ? Ол ақпараттар бар. Қорғаныс министрлігіне ол ақпараттар бар. Мен енді әртүрлі аудандарға құлады. Тасқала ауданы, Бөкерді ауданы, Жәнібек ауданы, Бөрлі ауданы, ондай ақпараттар бар. Сіз сұрап отырсыз ғой, қай мемлекеттің дроны деп. Сондықтан мен сізге жауап беріп отырмын. Оны қорғаныс министрлігіне арнайы хат жолдайсыз ба, сұраныс саласыз ба, олар жауап береді сізге.